Сәлем достар, Оянтан хабар бүгін Пхукетте, Таиландта жүрміз. Және Таиланд пен Қазақстанның негізгі бірінші ұқсастығы бұл атауларындағы ұқсастық. Яғни қазақ сөзі де, тай сөзі де еркін, азат адамдар дегенді білдіреді. Ал екінші ұқсастық бұл экономиканың диверсификациясы. Яғни Таиланд барынша туризмнен тәуелсіз болғысы келсе, Қазақстан мұнай-газ саласында тәуелсіз болуды аңсайды, армандап, соған ұмтылып келе жатыр. Осыған байланысты үйлердің барлығын осы сюжеттен сіздерге көрсетеміз. Көпшілік Таиландтың күн, құм және теңіз принципіне негізделген туризмін ғана біледі. Тай елі десе, сол ғана елестеуі мүмкін. Алайда көретін нәрсе тек ол емес. Адреналинге құмар болсаңыз, жұдырықтасуға келіңіз. Достар, дәл қазір біз Таиландтың ең танымал спорты муай-тайға келіп отырмыз. Жекпе-жек марокколық қонақ пен қожайын таиландтық спортшының арасында болып жатыр. Жалпы муай-тай деген сөздің өзінің мағынасы тоқталатын болсақ, ол азат адамдардың, еркін адамдардың күресі, жекпе-жек дегенді білдіреді екен. Тура сюжеттің басында айтқандағыдай. Енді дәл қазір сол қазақ күресі деген сөзбен муай-тай деген сөздің параллелі бар секілді. Сюжетті осы күреске жіберейікші. Осы сәтте ринг қожайыны тай азаматы мен марокколық жігіт кім мықтыны сынасып жатты. Кім мықтырақ қолдайды дегенді қаперде ұстады екен, екі жақтың бапкерлері де айқайлап қиқу салумен болды. Жеңіс қонаққа бұйырып таиландтық муай-тайшы нокаутқа ұшырады. Ол ма? Жекпе-жек алдында бебейлеу дәстүрі бар екенде таңғалдырды. Рингке шыққан әр спортшы өзі шыққан мектептің жаттығуын сипаттайтын хореография қимылдарын жасайды. Сырнайлатып, кернелетіп, музыкада ойнап тұрады. Бейде, айқаста көрерменді тай мәдениетіне сүңгітіп әкетеді. Мысалы, мына қытайлық бикештер марокколық чемпионның өнеріне таңғалып, айтарға сөз таппай қалды. Ал біз чемпионның өзіне сұхбат алдық, құпиясын сұрадық. Мен үшін ерекше тәжірибе болды. Бұл деңгейге жету үшін күнде жаттықтым. 13 жасымнан бастадым. Әкем өзі жаттықтыратын. Қазір міне Таиландтамын. Кәсіби деңгейде. Спорт денсаулық кепілі. Ал сол саулыққа Таиландтың медициналық туризмі өз септігін тигізері сөзсіз. Мысалы, Пхукеттегі Бангкок госпиталі жүрек, ми, жүйке жүйесі, ортопедия, пластикалық хирургия бойынша танымал. Сапарлап барған отандастарымыз да ем-дом алатын шипажайға айналған. Былтыр біздің госпитальда 800 қазақстандық турист ем қабылдаған. Биыл осы 5 айдың ішінде бұл көрсеткіш 500-ден асып барады. Бұрын оқыс жағдайдан болған жарақат, қызу, жайсыздық секілді симптомдармен қаралса, қазір ағзаның толық медициналық тексеруінен, көз операцияларынан, ас қорыту мен стоматология бағыттарынан тапсырыс алып жатырмыз. Дәл осы медицина бағыты Таиландтық Пхукет аймағы ұйымдастыруды үміт етіп отырған Экспо 2028 мамандандырылған көрмесінде негізгі тақырыптардың біріне айналмақ. Әзірге нәтиже белгісіз. Үміткерліктен қожайынға ауысу шешімі осы маусым-шілде айларында шығады. Медициналық туризмнің тағы бір бөлімі осындай ұйқы сапасын тексеретін арнайы бөлмелер. Бұл бөлме қонақ үй бөлмесінен еш кем түспейді, ауруханада десеңіз де, және келген науқастар өз ұйқы сапасын тексеру үшін осындай төсекке жатып, ыңғайланып, бір түн қонып шығады, және мына аппараттар соның сапасын қандай деңгейде екенін, қандай нәрселерді өзгерту керек екенін барлығын таңертең сізге құжат күйінде алып береді. Жақсылап ем алып, дем алып, ұйқығандырып алған соң Таиланд ұлттық өнерінен сусындауға болады. Оңтүстік шығыс Азиядағы елден Қытай мен Малайзия мәдениеті тоғысуынан шыққан өзгеше фьюжн бағытты байқайсыз. Оған қоса қазақ аңыздарындағы жеті басты айдаһардың таиландтық туысқанын да таба аласыз. Оңтүстік Америкаға бармай-ақ танымал бразилиялық карнавалдың таиландтық нұсқасын да тамашалай аласыз. Паттайяда маусым айының соңғы аптасында. Ғимарат ішінен жалықсаңыз, ашық аспан астында су сырғанақтарында көңіл көтеріңіз. Ал сол судан шыққан соң қарын ашып, тәбетіңіз китті қылықтасалардай болғанда не жемек керек? Пхукеттің дәмді тағамдар арасында михо киян деген ас бар. Көпшілік сүйіп жейді. Ауыз тидіңіз бе?
әлі дәмін көрмесеңіз, соны кеңес етем. Ұзақ уақыт ұмытпай жүресіз. Және бізде Мишлен жұлдызын таққан жергілікті дәмханалардың баршылық екенін айта кетейін. Қайсысына кірсеңіз де өкінбейсіз. Өкінбейтіндей етіп қайтаратын дүние көп ақ. Егер тай елінің айы оңынан туып, Пхукет 2028 жылы экспоны өткізсе, жергілікті халыққа да көбірек мүмкіндік туып, адамзат өркениетіне азат адамдар елі бұдан да зор үлес қосуға дәмелі екенін байқауға болады. Жаңадан сайланған үкімет те жаңа Таиланд жасап, экономиканың диверсификациясына айтарлықтай ықпал жасайды деген үміт басым. Құрметті қазақстандық достар, сіздерді Таиландта, оның ішінде Пхукетте асыға күтемін.